আমরা সাংসারিক Özümün atarıstım, boyumda tanıştım, Jaynaran gülde koydum sen, Jabala doğdum sen. Razide gölgünde, haydasın gölgünde, Senizde barmanım, sır boyun şaharladım. Senizde barmanım, sır boyun şaharladım. Noşaşı gözükür, nazik sezikir, Tolkunda şarap uylanır, Hendetimde heylanır. Zazede gölgünde, haydasın gölgünde, Senizde barmanım, sır boyun şaharladım. Senizde barmanım, sır boyun şaharladım. Altındadır bakır, burundaydır kadın, Tolkunda kara boylanır, Hendettim jayganır. Şazede gölgünde, haydasın gölgünde, Senizde barmanım, sır boyun şaharladım. Senizde barmanım, sır boyun şaharladım. Karakterle Sizlerge sonol kenges hükmetini Amaşa artistlerden Arsalıkta en birinci bolup çıgatın Mahabat filmin bilegen Yusuf Akan'ın Nızrıgül kızlarımızın diye Mahabat hikayesi başladı. Hoş geldiniz. Yusuf Akan Akdağ'ın birlikte Mahabat'ta yolun olmay Yusuf Akan Çırkınay kız yollarıyla Sondaki Gülgün Caynana Nızrıgül gele kalsa Nızrıgül'ü görgün Yusuf Akan metin tutsa Mahabat'ta uyanıp Ay Nızrıgül kaçar Yusuf Akan Çatar kemle Yusuf Akan Akıllı koyuna Mahabat sözüne Yüzünü kızlarına Nızrıgül Yusuf Akan'ı ıvak kemle Nızrıgül Yusuf Akan'ın kaptanına kırdı Yusuf Akan kaptanına tükündü kaldı. Keliniz Yusuf Akan Nızrıgül Kele koy Yusuf Akan kaligimler Teke bölümü ketip kaldı. Diye ana жаққа отыратырмыз. Негізі Yusuf Akan'ın bir çayeli var. Sodan atletler anam жерге қарай. Nızrıgül anam жерге отырыңыздар. Anam жерге отыр, anam жерге айеліне қарап қояды. Ол бірінші әйел, мынау екінші әйел Nızrıgül деген. Отырыңыз, Yusuf Akan. Отырыңыз. Кестер екеуі махаббатын қап қойып кетті. Сәлем ұсталайық. Құрметті ханымдар мен мырзалар, концертimiz ары қарай жалғастырамыз. Уважаемые гости, дорогие товарищи, вы все знаете фильм «Цыган». Сыған деген киноны барлықтарыңыз көрдіңіздер. Бірақ сол Сыған деген кинода Будулайдың тағдыры өте жағдайдан қалған еді. Естен ауып қалған еді. Клавдия Петровнасын таба алмаған. Бірақ Қазақ фильм киностудиясы және әлем фильм киностудиясы қосылып, сол фильмнің жалғасын ұсынады. Қабыл алыңыздар.
Ayşe Petrovna'nın müldür unutkan. Bırak mahabatla. Жүрегі сыздап, шіркін, менің тағдырым қалай болады деген ой барлығымызды толғантты. Тағдырдың өзінің таңдауы бар. Өзінің әрбір гүлге көбірек боп қонып жүрген Будулайды Настенька тағы да іздеп тапты. Өзіңнің жағасын білесің бе? Екеуміз махаббатқа беріліп, сол күні мен екі қабатты болып едім дейді. Будулай, саған шүйінші, біздің 45 жастағы қызымыз бар. Будулай, деп қалған кезде, Будулайдың қызы Аточка кіріп келеді. Настеньканы құшақтап, Азаны құшақтап, үшеуі бүгін киноның, фильмнің соңы. Махаббат пен, орыстың әйелі Клавдия Петровнаны қайтеді. Өзінің қаны Настенька 45-те қыз тауып берген. Азамен қосылған екен. Ай бәрекелді. Шөлер қағалды. Настенька мен Аза ақша табады. Карта ашады, қолда қазалат ете ручку. Егерде қолдан ақша салмасамда, шоқсынады. Ойбай, 45 жылда мынау Аза мен Настенькаға бір тиын бермеді. Бірақ айқанда сөмкілерімен ұрлап кетеді. Үшеуі? Ой, бәрекелді, қош емет. О, все, енді шықым. Анан қара, Будулай қуанып кетті, ақшаны көрді. Будулай есін жиды. Будулай есін жиып, үшеуі бақытты жанұя болды. Арқарай барды. Әйелі мен қызы мен мән болып жатыр. Жанұясын тапты. Фильмнің соңы. Фильмнің осылай аяқталуына әрине үлес қосты. Сондықтан да Будулай қызы мен әйелін тапты. Өздеріңіз білесіздер, кинода, клубта жылап еміреп отырып, боста отырып, көретін киноларымыз қандай еді. Енді естиген ғой, сол үндінің махаббатын қазір тамашалайсыздар. Сіздерге сол тамаша өнерді Болливуд актерлары Раджи Капур және Ашшабари Арайдың апайы келіп жатыр ортаға сол махаббат хикаясын ұсынуға. Мәңгі махаббат фильмін атсалым. Вечный Kabaktan birinin
кино, Bollywood киностудиясы, Bollywood актерларына іріктеген алады бұлар. Махаббатты көрсетейікші, тағы да сюжеттің ішінде. Міне, осындай махаббат. Тағы да оңай екеуі арқайып кетеді. Бісмілләһи рахманир рахим. Бүгінгі сіздерге тамаша алғашқы өнер көрсеткен Юсуп ака, Нөзрігүл махаббаттарымен кері қалыңыздар. Юсуп ака, Нөзрігүл қызыңыз. Ой, бәйбішесін ұмытып кетті. Билет шықты шана жақтан, билет кәне. Юсуп ака, Нөзрігүл. Юсуп ака, кәне. Ойде, ойде. Ойде, Юсуп ака мен Нөзрігүл, ал енді мынау 45 жыл басы айланып амнезия болған, өзінің махаббатын жүрегінде сақтаған Будулай, Анастасия және Азочка туған ортаға Будулай әйелімен, қызымен көлімістір. Сыданышқа аза. Будулай. Рахмет. Будулай әлі есін жия алмай жатыр. Құрметті кластастар, құрметті ұстаздар, құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін кеште сіздерге 3 минутта осындай тамаша өнер көрсеткен кластастарыңыз, жан достарыңыздың мадыма өнері. Олай болса, қазір сіздердің алдарыңызда бір қадам алдыға шығып, иіліп тағзым етеміз. Сіздер патша көңілдеріңізбен алдыңғы көрермендер орындарыңыздан бір айлы деп қойыңыздаршы. Неге десеңіз, әлі емес. Өздері сондай жұлдызды ұстап алды, сезді қаймайды. Бұлар өздері сіздер айтырын деген бір өмір сахнаға шыққан әрбір адам осы жерде қандай арман аңсайды, сол орындалады. Сіздердің бүгіннен бастап армандарыңыз орындалады. Енді 50 жылдықты осындай керемет көрініске сіздер де қатысып алады. Бүгінгі сіздермен болған ең мықты актерлар сіздердің қастарыңыздағы қызыл кесік, яғни қызыл жұлдыз орта мектебінің жұлдыздарын тағы да бір өздеріңізбен Юсуп аканың орталығы. Юсуп ака, Нөзрігүл. Және Будулай, Цыганочка Аза, Цыганочка Настенька, және Рәзі Капур, Айшаға Райдың Айя. Ал енді айыңызда біз алдыға шығамыз, сіздерге тағзым етіп, сіздер не дейсіздер? Браво дейміз. Олай болса тағы да бүгін сіздер тамаша өнер көрсеткен кластастарының және бүгінгі кештің продюсері Сәулеш Ахметқызына доғал шапалақ деп. Барлықтарыңызға сый-сияпат беріп рұқсат етіңіздер. Қыздар, бер қарай көмікті ішімен келіңіздер. Билейміз, қошеметіміз аямайыз. Құрметті кластастар, сіздердің қошеметтеріңізбен суретке түсіруге рұқсат. Суретке түсірді, фотонапалиса съемками. Görüp bana arasında koşu gezmiyorsun orada. Қазір осыны тағайындаймыз. Бір минуттан кейін бәріміз далада жүрген кластастар болса келе қалыңдар. Оны біз
тағайындамайды сіздер өздеріңіз аңдадыңыздар. Бағана есімдеріңіз жазған кезде кім көп өзіне қағазды жинайды, өз есімі. Сол қақпайды. Осы болақ деп қояқшы. Юсуп ақа қайда? Ой, айып қалдыңыз жас қыздар. Қайдан ғана келдім. Кездесуге деп отырсыздар. Ана Талғат ағаны да алып кетпегеніңізге рахмет айтыңыз. Немесе ол кісі де қолды болып кетті. Талғат аға 50 жылдыққа сіз де қолды боласыз. Қайда кетіп қалды? Құрметті ханымдар-мырзалар, міне бастаймыз. Ең бірінші есім бүгінгі кеште патшайым болуға лайық. Яғни ортада ең бірінші дауыс алған Розаға қол шапалақ. Роза, бір дауыс. Роза. Яғыңыз, бір жігіт сіздің атыңызды жазыпты, сізге ғашық болыпты. Бірақ соны айта алмай, өзінің сезімін осы бір кішкентай қағазға жазып білдіріпті. Қалайсыз, бұл үйіңіз қалай? Роза мен ой, ана кісі ғой деймін жатыр. Роза деймін. Ал келесі есім Мақсат. Мақсат қайда? Ой, Мақсат, келе ғой, доған жабылар. Мақсатқа бір қызы ғашық екен. Ғашық болғанда да өзінің сезімін, ана Розада дейін бар, Роза емес оны жазған. Роза башы басқалар жазды. Роза, Мақсат. Бір дауыс сізде. Роза мен Мақсатқа қошеметіміз қайда? Мүмкін патшайым болады бүгінгі кештің. Яғни келесі есімдер, екі есім жігіттерге айтқанбыз, қыздар көп, екі есімнен жазыңыздар деп. Бірінші есім Раушан қайда? Ой, қошемет. Екінші Гүлжанат. Ой, екеуің қалай, екеуіңе бөліп берейін. Бір дауысынан Раушан мен Гүлжанат та бар. Қошемет, жігіттер көрдіңдер ме? Мынау қай жігіттер екеуіне бірдей ғашық болған. Страшно, екеуіне бөлісесіңдер. Ал енді келесі патшалыққа лайық ортамыздағы азамат Талғат С дейді. Ой, молодец. Талғат келіншегі отырса да қуанмадық. Қарашы, былай деп қарайды ғой. Кім екен деп көзінде сұрақпен Талғатқа дауыс. Талғатқа бергеніңізде. Келесі дауыс. Ой, шіркінай, мына жігітке де ғашық екен. Бұның есімі Қайырхан. Қайырхан, қошемет, келе ғой, жүгір кеш. Мына қыз страшно ғашық екен, астына жүрек сақ қойыпты ғой. Жүрек дегенде қандай жүрек? Адан қара, не деген, қандай әлі махаббаттарын керемет дейді. Ойға не дейді? Коля дейді? Коля ғой. Біреу Коля деген біреу, Қайырхан сені біреу Коля дейді ме? Кімнің есімі Коля? Біреудің секретный ат Коля. Коля сенікі ма дейді? Точно? Мәккен, кім жазғаны білесің? Қайырхан Коля, ой, екі дауыс. Қайырханда екі дауыс. Онжы Коля, онжы Қайырхан. Бүгінгі кеште екінші дауысты алған Раушан. Раушан үндемей отырып, дауыстарын жинап отыр. Раушан. Байқаңыз, Раушан молодец. Саған кім екені ғашық болғаны 47 жыл бұрын. Асығып отырған күйеуіне бармай отырмыз. Сашкен деген кім? Сашкен. Неге Сашкен? Адам қара, бала кезден бір Сашкенім де қой, ім деген сөз бар. Ім деген бар, Сашкенім де қойды. Алғашқы махаббат, бұрышқа тақабат дейді. Мақсат. Мақсат сен дейді. Мақсатты көлейі. Ой, Бойысы бойы бар. жоқ, енді мейірді. Мақсат енді бар. Сен аты кім? Қиын. Лизе?
Висет. Саған қарап қалды. Что-то көңілі сенбей қойды. Анам қарап. Келесі есім Жанар. Ойбай, Жанар. Ойбай, Жанар жүгірейін деп тұр. Юсуф, қайдасың? Юсуф, есі шығып отыр, қызан кетесің. Роза. Роза да екі дауыс. Роза. Сен молодецсің ғой. Үндемей отырып қалай стреляешь, да? Гүл, Жанар. Жанар. Өзіңе жазып алып десем, ручкасы жоқ. Гүлжанат, сен екеуі уже. Так, мынау Аманжол, байқа. Айман, байқа. Айманның көзі бит кетті. Роза, тағы да бір дауыс Роза. Бүгінгі кештің патшасы Роза болайын деп тұр ғой деп еді, мынау кім? Мақсат. Макс берген. Ана жігіттерге айтады ғой, бағанадан бері неменеге жүгіріп жүрсің? Ана кім? Жанар. Жанар екі дауыс. Ойбай, Жанар үш дауыс. Бірден бер. Жанарың что-то королева болайын деп тұрған сияқты ма, мақсат екеуі. Мына Аманжол. Ойбай, Аманжол. Мынандарға мына ғашық болған қыз бар ғой, сенің әйеліңді вообще қысқырмайды ғой. Әйел болса айтайын, сердцу не прикажешь дейді. Кім деп ойлайсың деп айтады дейді. Так, ой, бір дауыс әйтеуір наконец-то Мырзаханға Анадан бері өлең айттым, ән айттым, звезда болып жүр. Неужели біреу жазбады деп, әйелімнен ұят болды деп, дамыстанып отыр еді. Мырзахан деген бір дауыс. Ой, шіркін-ай десеңші, Раушан. Рәке, қалай, қасына кім екеуіне, Роза екеулерін жұрт қаласатын сияқтысыр ғой. Мына дауыс Сәкен. Сәкен кім? Деп қойыпты. Ал, мынау кім? Секен, Секен, махабы аман қара Секен. Басын сипап көзіне жас алғатыр. Мен сүйіп едім сені, менің атымды жаздың ба деді. Секен, қалайсың? Настроение қалай? Өттің сен бүгін. Көрдің бе, міне қандай звезда жігіттер бірде-бір қағаз алған жоқ. Ал кім қанша ең көп қағаз алды? Кімдікі дауыс? Жаңда, Роза сенде нешеу? Сен артында да сыла. Үшеу сізде, е? Тағы да кімді үшеу? Жанарда үшеу. Раушанда үшеу. Так. Сізде, Мақсат сенде нешеу? Мақсатта үшеу. Барлығыңыздар қыздардың бәрі Мақсатқа ғашық екен. Олай болса, бүгінгі кездесуде патша Мақсат. Мақсат берген. Ал енді үш претендент Роза, Раушан, Жанар. Үшеулерің келіңдер. Үшеулерің келіңдер. Қазір енді үшеулердің ішінен, осы үшеудің ішінен біреуін таңдау көресің. Конечно, берген. Саматвот берем десеңіздер болады. Иә. Саматвот, Раушан саматвот, Роза саған саматвот жоқ. Бер қарай кел. Розаға қошемет. Роза, сіз мына жерге тұрасыз, қазір мынандай бір ойын ойнаймыз, оған ойынға қатысатын бүгінгі біздің бүгінгі бізде қатысатын ойынға патша мен яғни Жанар екеуі. Сіз тұра беріңіз, егерде Жанар алса, онда сіз кетесіз. Егерде король алса, онда Жанар кетеді. Мынау кімнің қолында қалады, сол жеңеді. Бері қарай тұрыңыздар, екеуіңіз бір-біріңізге. Енді біз потому что Роза сені қинамаймыз. Білеміз ғой. Мына жерге тұртман қоямын. Екеуің бір-бірлеріңе қарама-қарсы. Қарама-қарсы қарап тұрасың ғой. Қазір екеуің қарама-қарсы қарап тұрасың, мен айтқан жерді ұстайсыңдар. Мен қай жерден? Мен мысалы.
басын ұстайсың, танау десе танауын ұстайсың, иық, кеуде, бөксі, бәрін айта беремін. Зерге, сосын ең ақырында, ана горилла деп қалғанда, горилланы кім бірінші алады, сол жеңеді. Яғни сіз алсаңыз, онда Роза жеңеді, сіз алсаңыз, онда сіз жеңесіз, Роза отырады. Ал енді сіз Розаның намысын қорғау керексіз. Ал сұрақ тұрамыз, кішкене чуть-чуть алысқа сіздер қошеметтеп. Ал қане мұқият боламыз, шатаспаймыз. Бас, құлақ, көз, мұрын, ауыз, ерін, желке, иық, қарын, көтелей. Горилла. Ойбай, Розочка. Болды ғой енді, не деймін жаным, не деймін. Роза енді жанармен берген жоқ, жүкі берген. Сен оны ертемесе көтеріп, мен айттым ғой, бөксін ұстап тұрып алмай, горилланы ұстап дедім. Негізі бар ғой, енді жанар пысық қой. Бәрі Юсуп ағаның настроениесі түсіп қалды. Жанар басқа жігіттер болды ғой. Ал енді негізі бар ғой, жеңімпаз қыздарға осы жерде екі сыйлықты ұсынуға рұқсат етіңіздер. Негізі патшайым болуға лайық болған, өзі бірақ енді Роза барсыншы деп өз-өзіңізден отказ бердіңіз ғой. Раушан Саматова, сізге көп рахмет. Негізі осы жердегі көп жігіттердің көзі сізге түсіп отыр екен. Көгілдір көзбен айналайын, жаным, Раушан деген махаббат көзбен қарап отырған бәріміз көріп отырмыз. Раушан, мынау сізге. Ал енді Роза, сіздің батырлығыңызға, сіздің осы кереметтей таза жүрегіңіз үшін кластың жігіттері кезінде ғашық болды. Сол махаббаттарды бүгін сездіріп сізге мына көңіл, негізі сіз өте таза адамсыз. Честная, ешкімде бір андай, бұл кісіні өтірік алдап не стоит? Қолынан келсе барлығын бере салады. Адал, сондай бір жақсы адам, қарағанда мен мысалы қара адамның көзіне қарайда қандай екенін білемін. Мына қыз нежная, очень такая, молодец, өмірде сондай болу керек. Ал сіз енді сондай барлығын бересіз, бірақ сіздің ниетіңізге қарай Алла береді. Сондықтан да, енді жанар бақытты жұлып алды ғой. Егер бұл бұған бермесе, бұл жұлып алады. Сондықтан да бірге бір. Раушан! Дорогая! Раушан! Молодец, Ал, жігіттер! Құрметті кластастар, бүгінгі құрметті ұстаздар, бүгінгі кездесуде 45 жылдық тамаша кластастардың кездесуінде патша мен патшайымға ұтып алған, өздеріңіз таңдаған, өз орталарыңызда келесі 50 жылдықты ұйымдастыратын. Көрдіңіздер ме? Сіздер өздеріңіз таңдадыңыздар. Келесі жылы сіздер бастап ұйымдастырасыздар. Жомарт пен Жанарға доғыл шапалақ. Мақсатқа, кешір, мақсат. Екеуіне Карама студио. Олай шамайды, патша дегенің, енді анау жерге барып тұрасыз. Бір қолыңыз артта, сіз барып бүйтіп иіліп, первый вальс короля и королевы. Вальс берейсіздер, ал кәне кеттік. Қошеметіміз айырмайды. Ақырын, нежно. Ақырын айламыз, ақырын. Станциясының Қызыл Жұлдыз орта мектебінің 1981 жылғы түлектердің кездесуінде патшайым лайық болды деп туын жапалақтайық. Мақсат пен Жанар, келе қалыңыздар. Мақсат, Жанар, келе қарай келіңіздер.
дәрігерлер, мұғалімдерден басқа. Ал патша мен патшайымға тағзым етпейсіңдер ме? Бүгінгі кеште орныңыздан тұрайық, екеуі мына жаққа қараңдар, сендер патшасыңдар. Болды, рахмет. Сіздерде халыққа қызмет етеміз деп тағзым еттіңдер. Сіздерге Ойбай, 50 жылда осылар бір чып қызмет жасаймыз дейді. Рахмет. Қой, чет қызық жасаймыз. 50 жылда қызмет жасаймыз. Рахмет. Яғни бүгінгі патша-патшайым осы кісілерге бүгінгі табыстайтын Салтанат ханым, Талғат мырза, сіздерді қошеметпен ортаға шақырайық. Бүгінгі кешіміз өз мәресіне жетті. Яғни марапаттау сәтіне де жақындады. Осы кешті ұйымдастырған, 2 ай бойы ұйықтамаған, 20 килограммға арықтаған бүгінгі сіздердің ұйымдастырушыларыңызға қошеметіміз қайда? Қаншама нервылары тозған. Бір ұйымдастырушылардан сұраған екен дейді ғой, дүниеде не қиын десе, дүниеде бәрі оңай, бірақ бастастан жинау қиын деп. Иә, сондықтан да оларды жинап, ақша жинап, оны жеткізу, әрбіреуінің көңіліне шығып жатса, қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бүгін ұйымдастырушылардың еңбегі ерен, еңбегі зор деп айта аламыз. Келе қалыңыздар, енді кереметтей марапатты бүгінгі Салтанат ханым мен Талғат мырза келе қалыңыз. Бұл жерге жақындап бүгінгі марапаттарыңызды ұсынуға рұқсат етіңіздер. Ассалаумағалейкум, рахматулла. Ой, арақша ондай сөз айтуға болмайды. Да ты что? Да ты что? Салтанат